міне. Сіздерге стенаға да жақып көрсетейін деп отырмын. Қара. Келіп тұрып тартамыз. 1,5 миллиметрді жақсаңыз жеткілікті. Қараңыздар. Осындай, именно осындай шпатель алсаңыз еще әдемі кетеді тестер. Асты ровный болу керек. Айнаның бетіндей, столдың, дастарханның бетіндей тегіс болу керек. Осы аяқастырда тартып міне. Живой көрсетіңіздерші деген, живой сіздерге көрсетіп тұрмыз. 12 квадратқа жетеді, бір шелегі 28 литрді келеді, қатырғышын араластырасыздар. Мынау енді біз астына грунтовка жаққан жоқпыз. Яғни бұл бірінің үстіне бірін құйған кезде грунтовка жағылмайды, достар. Астына осылай грунтовка жақпай құрасыздар. Ал басқандай бетон болып, кафель болып жатса, оған обязательно грунтовкасын жағасыздар, достар. Өзіңіздің, даже керек десеңіз мен сіздерге стенаға да жақып көрсетейін деп отырмын. Қара. Міне. Көрдіңіздер ме? Қазір результатын көрсетеміз. Қара. Стенаңыз ровный болу керек, обязательно. Ата кедергі еще асты мықты болу керек. Құлап жатса, ертең түсіп қалады.